ертеде баяғы заманда шал мен кемпір өмір сүріпті. Олардың үлкен бау-бақшасы болыпты. Шал бау-бақшаға шалқан егеді. Шалқанды күнде баптап суарып отырыпты. Бір күні келсе, шалқаны үлкен боп өсіпті. Шал шалқанды ұстап ары тартады, бері тартады, шықпайды. Көмекке кемпірін шақырады. Кемпірім, бері кел, мұнда үлкен шалқан бар, бірге алайық депті. Көмекке кемпірі келеді. Кемпірі шалдан, шал шалқаннан ұстап, ары тартады, бері тартады, шықпайды. Кемпірі көмекке қызын шақырады. Қызым, бері кел, мұнда үлкен шалқан бар, бірге алайық депті. Көмекке қызы келеді. Қызы кемпірден, кемпір шалдан, шал шалқаннан ұстап, ары тартады, бері тартады, шықпайды. Қыз көмекке итін шақырады. Ау деп иті келеді. Ит қыздан, қыз кемпірден, кемпір шалдан, шал шалқаннан ұстап, ары тартады, бері тартады, шықпайды. Ит мысықты шақырады. Мяу деп мысық көмекке келеді. Мысық иттен, ит қыздан, қыз кемпірден, кемпір шалдан, шал шалқаннан ұстап, ары тартады, бері тартады, шықпайды. Мысық тышқанды көмекке шақырады. Сіп деп тышқан көмекке келеді. Тышқан мысықтан, мысық иттен, ит қыздан, қыз кемпірден, кемпір шалдан, шал шалқаннан ұстап, ары тартады, бері тартып, жұлып алады шалқанды. Барлығы қуанып, кемпір шалқанды үйге апарып, дәмді тағам жасап, барлығы бай бақытты өмір сүріпті.